Сіздерді бүгінгі бастауыш сынып және эстетикалық цикл бірлестігінің қашықтан сабақ өтудегі шебер сыныбына қош келдіңіздер демекпіз. Сіздерді 2020-2021 жаңа оқу жылымен құттықтаймыз. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі елеулі жұмыстар мен мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілейміз. Қызығы мен қуаныш қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын демекпіз. Бүгінгі біздің шебер сыныбымызда бастауыш сыныптан бірінші кезекте Бижанова Айман Сапанна және Есенова Гүлнар Ауғажиевна, бұлар Google форумда қалыптастырушы бағалау, 90-дық жиынтық бағалау, Google форумда қалай дайындау керек жолдарын көрсетеді. Екінші кезекте Тоқаева Асия Сарсенғалиевна және Үйсінбаева Жансая Акимовна, бұлар аудио және видео жазбаларында сабақты қалай дайындау керек екендігін көрсетеді. Үшінші кезекте Кажиева Марина Көшкінбай қызы сабақтарды алдын ала қалай дайындау керектігін Камтази студия бағдарламасы арқылы қалай жасау керегін көрсетеді. Келесі төртінші кезекте Қалауова Ботагөз және Садыкова Айнара, бұлар биылғы жаңа оқу жылына бірінші рет жұмыс жасап отырғандықтан, Ботагөз апай жаңа күнделік кезектегі жаңа Zoom-да және WhatsApp желісінде оқушылармен қалай жұмыс жасау керектігін биылғы оқу жылында жаңадан мектепке жұмысқа қабылданған мұғалімдерге өз тәжірибесімен бөліспекші. Келесі кезекте Баталова Анар Сейітовна, Мұсырманқұлова Камшат Ануарына, бұлар анимациялық бейнелерді жасау жолдарын сабаққа дайындауды көрсетеді. Одан кейін Қожахметов Қалсын ағай өзінің дайындап келген жұмыстарымен таныстырады. Олай болса, бірінші кезекте Есенова Гүлнармен жаңағы кімнің Айман апайдың дайындаған жұмысымен таныс болыңыздар. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қашықтықтан оқуға байланысты бастауыш сыныпқа ең тиімді платформа Google платформасы деп таңдап алып отырмыз. Сол үшін біз алдымен тест жұмысын рабочий столға қойып дайындап аламыз. Word бағдарламасында. Содан кейін Google формасына кіреміз. Ол үшін Google формаға кіргеннен кейін, сол Google формада егер сіздердің аккаунттарыңыз болса, сол аккаунтты арқылы кіріп кіресіздер. Егер Google формада жаңағы аккаунттарыңыз жоқ болса, онда қайтадан аккаунт создавать етесіздерді ашасыздар. Google'да ашқаннан кейін, бізде енді Google'да болғаннан кейін аккаунтымыз жоғары жақта міне шығып тұр. Сол жерде оң жақ шетінде 4 бұрышты кішкентай батырмалар тұрады. Сол бір батырманы басу арқылы дискіні таңдап аламыз соның ішіне. Дискіні таңдаған кезде бізде сол жағынан папканы создавать етем, немесе менің дискім бірнеше қатар шығады. Солардың ішінен создать деген жерден өзімізге папка создавать етіп аламыз. Папка создавать еткен кезде алдыларыңызда экран шығады. Сол экранға сіздер жазасыздар бүгінгі мысалы дайындап отырған жұмыстарыңыз. Тест тапсырмасы, тест жасауымыз. Мысалы тест жаздық. Сосын создать етеміз. Демек біздің төменгі жағымызға тест бізде папкамыз дайын болып тұр. Енді ол папканы ашып ішіне жұмыстар орнату үшін сол папканың жанындағы Google форма деген жерді басу арқылы біз дайын жазатын тесттің парағын ашып аламыз. Сол жерде сіздерде сол дайын болған, жаңа экранға дайындап қойған тест жұмыстарыңызды енді осы жерге ретімен әкеп орнатасыздар. Ол үшін жоғарғы жағына новая форма дегенде жаңағы сіздің дайындаған математика деген тестіңізді ең жоғарғы жағында описание деген жерге копировать етіп вставить етесіз. Мысалы математика. Сіз оған қосымша қасына мысалы 3-ші сынып деп жазып аласыз. Сынып деп жазып аласыз. Келесі сізде бұл жерде екінші астыңғы жағында
сұрақтардың бірінші беті ашылады. Бұл жерге міндетті түрде оқушының аты жөні жазу керек. Өйткені қай баланың сыныпта орындағанын сіз білмейсіз, сол үшін мына жерге міндетті түрде аты жөнін жазамыз. Аты жөні. Келесі, осы аты жөнінің оң жағында один из списка деген жазу тұр. Соны басу арқылы жоғары жағында текст строка деген жолды таңдаймыз. Өйткені оқушы сол жерге өзінің аты жөнін жазып кету керек. Оның астыңғы жағында міндетті сұраққа жауап беруге міндетті деген батырмада нүктені оң жаққа қарай жылжытып дайындап аламыз. Одан кейін бізде оқушының қай оқушы орындағаны осы жерде белгілі болып тұрады. Келесі оң жағында, жоғарғы жағында қосу батырмасын басып, астына келесі жаңа алдын ала Word бағдарламасында дайындалып алған тест жұмыстарымызды біртіндеп апарып орнатамыз. Мысалы, бірінші сұрақ кетті, оның қасына екінші осы сұрақтың нұсқаларын копировать етеміз. 4 нұсқаны бірден копировать етіп апарып қоямыз. Варианты деген жерге қойдық. Келесі екінші сұрақты дайындау үшін тағы да келесі бетті дайындаймыз. Ол үшін қосу батырмасын басып, келесі Wordқа дайындалған біздің сұрақтарымыздың екінші сұрақты апарып қоямыз. Оның нұсқаларын апарып қоямыз. Мысалы, дайын тұрған тестін копировать етеміз. Міне, мен сіздерге осы екі сұраққа дайындалғанын көрсетейін. Ары қарай. Міне, тест жұмыстарын дайындап алдық. Енді біз ол жасаған жұмысымызға әртүрлі фондар беру арқылы әрлеп алуымызға болады. Мысалы, бізге көк түс ұнайтын болса, фонымыз міне көк түс болып тұрады. Келесі, осының үстіңгі жағына әртүрлі қылып суреттерді қоюға болады. Мысалы, әр пән өздеріне қатысты суреттерді апарып қоюға болады. Мысалы, мен қарындаштың суретін апарып қойсам, міне жоғарғы жағына қарындаштың суреті мынандай түрде болады. Енді мен осы тест жұмысын көру үшін мына жерде просмотр деген батырма бар. Сол батырманы басу арқылы менің жаңағы дайындаған тест жұмыстарым дайын болды. Енді мен осы тест жұмысын, дайын болған тест жұмысын енді ары қарай дайындаймын. Мына жерде настройканың ішіне кірсеңіздер, общий презентация тест бар. Біз бұның ішінде тест жұмысын дайындадық. Сол себепті тест деп басамын. Тест батырмасын оң жаққа қарай батырманы басамын. Келесі, сізден сұрап тұрады мына жерде. Тесті орындағаннан кейін жауабын бірден берейін ба, әлде қолмен тексеру керек па деген сияқты сұрақтар бол. Сол сұрақтарға жауап беріп, астыңғы жағында сохранить деген. Демек, сақтауды басамыз. Сақтауды басып болғаннан кейін, осы жасалған жұмыстарымызға төменгі жағында әр орындаған тапсырмаға бал берілуі, балдық жүйемен бағалауы. Соның төменгі жағында ответы деген бар. Сол ответы дегенді бассақ, міне сіздерге мына жақта бал шығады. Мысалы, сізге мына бірінші сұраққа ішінде бірнеше нұсқасы дұрыс болуы мүмкін, немесе бір ғана нұсқасы дұрыс болуы мүмкін. Сол себепті, егер сіз қалауыңыз бойынша 1 немесе 2 балдық жүйені орнатуыңызға болады. Келесі тапсырмаға дәл сондай басасыз, ответті басасыз. Сол батырманы, сол дайындаған сұрақтың оң жағында балдық жүйені қоясыз да, дайын деп басасыз. Дайын болған сұрақтарды енді біз осы сұрақтардың дұрыс жауаптарын белгілеп аламыз. Мысалы, бірінші сұрақта жауабы мысалы Д нұсқасы деп аламыз. Д нұсқасын белгілеген болса, онда 2 балл оқушыға беріледі. Ал екінші сұрақта мысалы А нұсқасы деп аламыз. Дұрыс жауабы А нұсқасы. Енді осы нұсқаларды белгілеп болғаннан кейін, бірақ ол сіздерде мына жерде оқушыға жіберген кезде ол көрінбей тұрады. Қай нұсқасы екен? Міне қай нұсқа екен көрінбей тұрады. Ал енді осы нұсқаны белгілеп болғаннан кейін оқушыларға біз жібереміз осы тапсырманы. Отправить деген кнопканы басатын болсаңыздар, соның ішінде сіздерге электронды почта арқылы жіберейін ба, немесе ссылкама қай түрде жібергілеріңіз келеді. Сол батырманы басасыздар.
Мысалы, мен ссылкасын жіберу керек болатын болса, мына төменгі жағында ссылкасы мынандай ұзақ болып шығып тұрады. Ал астыңғы жағында қысқарту керек болса, сізге сол ссылканы қысқа күйінде көрсетіп береді. Мен қазір кез келген біреуін бастым, мысалы мына түрді бастым, оны копировать етіп аламын. Копировать етіп алған өзімнің дайын болған тест жұмысымды оқушыларға WhatsApp арқылы немесе электронды пошталарына жіберіп отырамын. Google Form платформасының тиімділігі неде? Бұл платформа алдымен ата-ананың қалтасына қолжетімді, тегін, екіншіден телефоннан көп, жадынан көп орын алмайды, тек қана ссылка арқылы тасымалданады. Үй жағдайында оқушының өз білімін тексеруге өте қолайлы, қызығушылығы артады, тест орындауға, мадақтамаға қол жеткізуге болады. Сұрақтарыңыз болса, жекеге жазыңыздар, немесе осы жерде қойып отырсаңыздар, мүмкіндігінше сұрақтарыңызға жауап береміз. Келесі кезекте Тоқаева Асия және Үйсінбаева Жансая. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біз сіздермен Mobile Screen Recorder платформасымен жұмыс істейміз. Бұл платформамен онлайн видео сабақ жүргізе аласыздар. Экранды түсіріп, соның үстіне аудионы жазып, балалармен әлеуметтік желі арқылы немесе WhatsApp арқылы видеоны жүктеп жібересіздер. Ол үшін біз интернеттен Mobile Screen Recorder платформасын жүктеп алуымыз керек. Жүктеп алып болғаннан кейін біз рабочий столда осы Mobile Screen Recorder'дың иконкасы шығады, соны басамыз. Загрузка жүреді. Соны басқаннан кейін біздің компьютеріміздің оң жағында кішкентай меню ашылады. Сол менюде, осы менюде настройкасына кіреміз. Настройкасына кіргеннен кейін параметрлерді қарастырамыз. Общийді бұл жерде барлығы өз несінде тұр. Яғни біз тілді ауыстырғымыз келсе, тілді ауыстыруға болады. Отключить обратный отчет дейді, яғни басында басталған кезде 3-2-1 деп тұрады, соны өшіріп тастауға болады. Осы сияқты бәрін қарастырып, келесі файлыға кіреміз. Бұл жерде файлыда папка для записи файлов, яғни осы жазған видеомызды біз қай жерге сақтау керек екенімізді таңдап аламыз. Ол үшін обзорға кіріп, мен қазір видеомды тек рабочий столға ғана сақтағым келіп отыр. Рабочий столды таңдап, выбор папки дейді, соны басамын. Енді менің видеом тек рабочий столда ғана сақталатын болады. Одан кейін горячий клавишадан да өзгертуге болады. Менде қазір ешқандай өзгеріс жасағым келмейді. Келесі веб-камераға кіріп, веб-камерада бұл жерде енді менің жаңағы презентациямда өзімнің видео көрініп тұрады. Яғни шет жағында, немесе жоғарғы жағында, төменде, жоғарғы сияқты менің өзімнің түрім көрініп тұрады. Ол үшін біз камераны қосамыз, немесе қосалқы камераңыз болса, соны да қосуға болады. Разрешение, яғни бұл жерде диаметрі қандай болу керек, барлығын сандап аласыздар. Содан кейін размещение позициясы, яғни видеоның позициясы қай жерде тұру керек екенін таңдайсыздар. Мысалы, жоғарыда, төменде, оң жақ жоғарыда, сол жақ жоғарыда дегендей позицияны таңдап болғаннан кейін біз эффектіға кіреміз. Эффектігі бұл жерде балалар, бұл жерде курсордың түсін өзгертуге болады. Мысалы, мен сарыны көкке ауыстыруыма болады, жасылға ауыстыруыма болады. Осы сияқты түстерді мен таңдап аламын. Маған қазір сары түсті ыңғайлы болып отыр. Окей батырмасын басып. Бұл не істейді? Бұл яғни бұл курсормен балалар осы курсордың үстімен берілген тапсырманы орындай алады, көре алады. Осы сияқты заттарды мен таңдап, көріп, бәрін болғаннан кейін окей батырмасын басамын. Енді мен өзімнің керекті дайындап қойған, алдын ала дайындап қойған презентациямды ашып, мына менюге қайта барамын. Запись дегенді басамын. Записті басқаннан кейін маған мынандай терезеде мынандай дөңгелек шығады.
Бұл дегеніміз, мен рабочий қай жерін таңдағым келеді, қай жерін көрсеткім келеді балаларға. Мен қазір рабочий столымның барлық панель экранын көрсеткім келіп отыр. Сол басқаннан кейін, мына жерде астында кішкентай меню шығады. Бұл меню дегеніміз веб-камераны өшіруге болады, немесе қайтадан қосып алуға болады. Бұл жерде микрофон, екі микрофон бар. Бұл жерде бұл біріншісі компьютердің микрофоны, қосалқы микрофон. Немесе наушникпен отырсаңыз, осында қосып алуға болады. Клавиатураның қосып алуға болады. Немесе жаңа курсордың үстелін ауыстыруға болады осы жерден де. Осы сияқты жұмыстарды істеп, қарастырып болғаннан кейін, мен мына жерде запись деген бар. Осыны басамын. Кірпенде Мұрзаева әңгемеге шақыр десе, звондасам, 15 күнде. Hadi geçelim. Сабақтың мақсатын айтамын, психологиялық ахуал жүргіземін, осы сияқты тапсырмаларды орындатқызамын. Барлығын болғаннан кейін, барлығын тапсырмаларды орындап болғаннан кейін, мен стоп батырмасын басамын. Енді бұл жерде менің кішкентай терезе шығады, менің түсірген презентациямды алдын ала көріп алуға болады. Енді мен сабағымды өтегенім. Сәлеметсіздер ме балалар? Міне осында бүгінгі сабағымыз тақырыбы қайталау. Сабақтың мақсатына енді ары қарай мен бұны өшіріп тастап, рабочий столыма сақтап қойған. Міне осыны мен ары қарай оқушыларыма WhatsApp арқылы немесе әлеуметтік желідегі почта арқылы жіберуге болады. Осы платформаның ең тиімділік жері сабаққа оқушылардың уақытылы қатыса алмай қалған оқушыларға толық нұсқасы осы әлеуметтік желі арқылы беруге болады. Сіздерде сұрағыңыз болса қойыңыздар. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біз сіздермен Mobile Screen Recorder платформасымен жұмыс істейміз. Келесі кезекте бізде Қажиева Марина Көшкінбайқызы сабақ кезіндегі тиімді әдіс-тәсілдер туралы өзінің жаз мезгілінде дайындаған презентациясын таныстырады. Құрметті әріптестер, өзімді таныстырып өтейін. Мен бастауыш сынып мұғалімі Қажиева Марина Көшкінбайқызымын. Сіздерді алда келе жатқан жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Жаңа оқу жылында сіздерге толағай табыстар тілеймін. Жаңа оқу жылына дайындық барысында біліктілігімді жаңартыру мақсатында курстарға қатысып, көптеген білім платформаларымен таныстым. Өз сабағымды өтуге бірнеше қосымша бағдарламаларды көрдім. Соның ішінде Фантазия студия бағдарламасымен сіздерді таныстырып өтейін. Фантазия бағдарламасы бейне сабаққа түсіруге арналған. Фантазия бағдарламасын ғаламтордан жүктеп, бейне сабағымызды түсіруді бастаймыз. Алдымен Фантазия бағдарламасын монитордың бетінен ашамыз. Жоғары жағындағы бейне жазу терезесін таңдаймыз. Бұл жерде бейне камера, микрофонды настройка жасап аламыз. Монитордың қай бөлігін түсіруді таңдап аламыз. Барлығын дайындап болған соң сабағымызды түсіруді бастаймыз. Сабаққа арналған презентациямыз экран бетіне дайындап ашып аламыз. Фантазия бағдарламасы бейне сабақ түсіруге өте ыңғайлы. Бұл Фантазия бағдарламасымен бейне жазба және аудио жазбалар сапалы түсіріледі. Сабақ барысында Фантазия бағдарламасы өте ыңғайлы. Және бұл Фантазия назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кезекте Ботагөз Амангелдіқызы және Садықова Айнараның дайындаған жұмыстарымен таныс болыңыздар. Қашықтан оқыту мен оқудың онлайн платформалары. Онлайн сабақ өту үшін 3 платформа қолданамыз. Бірінші, тапсырмаларды беруді, олардың орындалуын тексеруді
бағалауды және кері байланысты қамтамасыз ететін күнделік.kz платформасы қолданылады. Екінші, білім алушылар бейне сабақтарға қатысып, тапсырмалар алып, қажет болған жағдайда пән мұғалімдерімен, сынып жетекшілерімен онлайн талқылау бойынша Zoom білім беру бағдарламасы. Үшінші, сабақ үстінде оқушылармен әрбір минутта байланыста болу үшін оқыту барысында сабақты меңгеруін бақылауға WhatsApp платформасы қолданылады. Күнделік.kz платформасында жүйеге кіру логин парольмен жүзеге асырылады. Бұл платформада оқушылардың сабаққа қатыспағаны белгіленеді. Сабақ кестесі журнал толтырылып жүргізіледі. Zoom бағдарламасында ашық сабақтар мен сынып сағаттары өткізіледі. Қажет болған жағдайда пән мұғалімдерімен онлайн талқылаулар жүргізіледі. WhatsApp платформасындағы мұғалім амандасып, оқушыларды түгендеп, сабақ бастайды. Бүгінгі тақырыпты жазып, оқу мақсаттарымен таныстырады. Жаңа тақырып видео немесе қосымша файлдар түрінде жіберіледі. Ал оқушылар дәптерлеріне жазып, сурет ретінде тексеруге жібереді. Ал сабақ барысында оқушыларда қандай да бір сұрақтар болып жатса, жазба немесе дыбыстық хабарлама арқылы қояды. Мұғалім әрбір сұрақты талқылап, оқушыларға түсіндіріп береді. Осылайша онлайн сабақ жүзеге асырылғалы отыр. Назарларыңызға рахмет. Келесі кезекте Батталова Анар Сейітовна және Мұсырманқұлова Камшат Ануаровнаның дайындаған жаз бойғы жұмыстармен таныс болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Эстетикалық цикл пәндері әдістеме бірлестігінің шебер сыныбына қош келдіңіздер. Қашықтан оқыту корпусы бойынша жұмыс жасайтын әр ұстаз оқытудың жаңа технологиясымен, ерекшелігін және оқытудың компьютерлі және тораптық жүйелерін жетік білуін қажет етеді. Жаңа оқу жылына мен дайынмын ба деген сұрақты әрбір ұстаз өзіне қоюы қажет. Қашықтықтан оқыту тәсілінде қандай технология, қандай ресурс, қандай платформаны қолданамын мен? Жазғы демалыс уақытында Қожахметов Қалсын Жолдасбаевич 46 сағат, Мұсырманқұлова Камшат Ануаровна 130 сағат, Тастанова Биба Егенбердиновна 38 сағат, Қасыржан Қизатбек Райымбекович 40 сағат білім көтеру курстарын өтті. Таныстырылым кезі Қожахметов Қалсын Жолдасбаевич. Применение ИКТ на уроках музыки. Мұсырманқұлова Камшат Ануаровна. Музыка пәнінен бейне сабақтарды құруда Beyond платформасын қолдану. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа оқу жылында биік белестерден көрінулеріңізге тілектеспіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздерді анимациялық бейнелер жасауға арналған Beyond платформасымен таныстырамыз. Ең біріншіден Google Chromeға кіріп, Beyond платформасын теру, тегін тіркелу тетігін басу, электрондық поштаңызды тіркеу тетігін басу, бош жерлерді толтыру арқылы тіркеуді аяқтау тетігін басу. Тіркеуді аяқтау үшін электрондық поштаңызға растау хаты келеді. Келген хатты көк тетікті басу арқылы растайсыз. Жаңа видео жасау үшін видео жасауды бастау тетігін басасыз.
шаблон таңдайсыз. Шаблон жасау үшін оң бетіндегі бірнеше функция бар. Олар: компьютерден материалдарды жүктеуге арналған тетік, персонаждар тетігі, реквизиттер тетігі, диаграммалар қою тетігі, тек жазуға арналған тетік, дауыс эффектілерін қою тетігі. Сол бетіндегі персонажға арналған функциялар: персонажды өзге персонажбен ауыстыруға арналған тетік, іс-қимыл тетігі, эмоциясын өзгерту тетігі, дауыс жазу тетігі және іс-қимыл бағдар қосу тетігі. Жаңа шаблон таңдау үшін қосу тетігін басасыз. Ол жерде жаңа шаблонды таңдау, соңғы сцена жалғастыру, бос сцена қоса аласыз. Вион платформасының нәтижелілігін Камшат Ануарованың сабағынан тамашалаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бұл платформасы бойынша сіздер тіркеліп платформасына кірген кезде создать видео деген бар. Создать видео дегенге кіресіздер де шаблон таңдайсыздар. Міне, шаблон таңдап, мен мына жерде сол жақ батырманы функцияларын сіздерге түсіндіріп жіберейін. Мына жерде неше түрлі персонаждарды қойып өзгертуге болады. Мысалы, мына жерге мына персонажды қойдым. Түрлі заттар таңдап алуға болады. Диаграмма қоюға болады. Мына жерде текст жазуға болады. Мына жерде музыка қоюға болады. Енді оң жаққа тұрған мына персонажды іс-қимылын өзгертуге болады. Мынау эмоциясын өзгертуге болады. Мына жерден микрофонмен жазуға болады. Сәлеметсің бе ме балалар? Бүгінгі тақырып сүйікті әуендер. Мына жерден былай қарай тартып созуға болады. Енді предварительный просмотр деген бар, көрейік не болған. Бұл сәлеметсің бе ме балалар? Бүгінгі тақырып сүйікті әуендер. Екінші шаблон сцена таңдап қойған, мына жерге мақсат деп жазу керек. Мен дауыс микрофонмен жаздым. Бүгінгі сабақтың мақсаты әртүрлі көңіл күйдегі музыканы талдау және талқылау, тыңдаған шығарма туралы өз ойының пікірін білдіру. Енді әрі қарай мен тағы да бір сценка қостым деп қойырып шаблон. Мен мынаны таңдап алдым. Сол мына жерге қойғым келген. Қоямын да мына жерде мен өзімнің Перо, зачем перо? Мына сұрақтарға жауап бер. Музыка қандай көңіл күй сыйлады? Музыканы тыңдағанда көз алдыңа не елестеді? Музыка нені бейнелейді? Көкешім, көкешім,
деп әуенге қосылуға болады ма? Музыка тыңда және мына сұрақтарға жауап бер. Музыка қандай көңіл күй? Музыканы тыңдағанда көз алдына не елестеді? Музыка нені бейнелейді? Бүкішім деп әуенге қосылуға болады ма? Мінекей, музыка пәнінен өте осы платформа маған ұнады. Бейне сабақ түсіруге. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа оқу жылында мол табыстар тілейміз. Енді келесі осы сабақтарды жасау барысында Камшат Ануарованың өзінің дайындаған бір сабағынан қысқаша үзінді көрейік. Сәлеметсіңдер ме балаларды, талқылауды үйренесіңдер, немесе фантазия арқылы көрсетіңдер. Мынау енді сабағынан сәл ғана үзінді сіздерге. Сұрақтарға жауап беріңдер. Сабақта не ұнады? Нені білдің? Сабақта не сәтті шықты? Қай тапсырма қиын болды? Нені әлде де жақсарту қажет? Назар қойып тыңдағандарына рахмет. Сау болыңдар, балалар. Келесі кезекте бізде Қалсын ағайға сөз береміз. Қалсын ағай өзінің тәжірибесімен бөліспекші. Здравствуйте, коллеги. Тема мастер-класса «Применение ИКТ на уроках музыки». Современное образование трудно представить без информационных, коммуникационных технологий на уроках музыки. Дети живут в технологическом пространстве, в школе и дома. Используя ИКТ в музыке, позволяет развивать мышление, обеспечивать интерес к предмету. Для того, чтобы создать видеоурок, нужно открыть программу PowerPoint. После открытия PowerPoint нужно создать слайды к данному уроку. После создания слайдов PowerPoint скачиваем программу Bandicam. Чтобы настроить Bandicam, нужно зайти в раздел «Видео», где указан «Старт», «Стоп», горячая клавиша. Напротив указываем любую удобную кнопку для записи и остановки видео, например, 1, 2 или 3. Также нужно настроить область записи экрана. Нужно нажать в левом верхнем углу значок монитора и выбрать полный экран. Сейчас на примере покажу, как записать видеоурок на программе Bandicam. Открываем сначала слайды с материалами, дальше нажимаем кнопку F5. Далее нажимаем заданную кнопку записи 1 или 2 или 3. А в нашем случае это кнопка 2. Начинается отсчет. Записываем. Проговариваем информацию. Также по желанию в слайде можно ставить видео или ставим эти слайды. Можно другой, например, вот такой слайд. Читаем вслух.
После завершения слайдов нажимаем кнопку 2. На этом запись у нас завершается. Чтобы найти записанное видео, нажимаем кнопку «Домой». Отобразится записанное видео. Спасибо за внимание. Олай болса, құрметті әріптестер, бүгінгі біздің бастауыш сыныптармен және эстетикалық цикл пәндері бойынша дайындаған мастер шебер сыныбымызды осымен аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.